мен сендердің бибігүл Рамазанға айтамын десем, зәрелерің өтіп дейді да, күлкіден өлесің. Сондай да қызықтар болды да. Бұл не қылған қыз, алды артына қарамайтын танк деймін да, вперед кетіп жатқан не қылған қыз. Сол кездерде мысалы мен өзіме жауда тілеп алдым. Сен уже пенсионерсің, сен өлесің деп ақтауда, біз сені алмаймыз деген ақтаудың көп адамы фортта тірі қалды сол кезде. Бір идея бірнеше адамның басына қатар келеді екен. Мен амандаспайтын әлі күнге шейін адамдар бар. Ең соңында ақиқат жеңеді. Псих емес ол, псих болса деген. Именно ол неге бизнесмендерге тиіседі. Мен ана постты ашып қалсам өзім қорқып кетемін. Әлеуметтік кәсіпкерлік бізге не береді? Не ол? Аш қалмау үшін әлеуметтік тауарлар бар. Бір күн эпилепсия болып құлап қалып талып. Бибігүл ханым, бүгінгі біздің эфирімізге қош келдіңіз. Мен сізді жалпы тонау карантиннің заманынан білемін, жеке өзім. Бірақ мына көпшілік үшін өзіңізді жалпылама түрде таныстырып кетсеңіз, Бибігүл Рамазан кім? Неше жастасыз? Және қазіргі таңда кім болып қызмет етіп жүрсіз? Қайырлы күн, қымбатты жерлестер, осы подкаст студияның барша оқырмандары, барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Менің есімім Бибігүл Рамазан қызы, Бибігүл Рамазанова. Мен Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласында дүниеге келдім. Сол жақта туып өстім. Сол жақта алғашқы еңбек жолымды, барлық кәсіпкерлікті, қоғамдық жұмысты барлығын сол ауылымнан бастадым. Бүгінгі таңда әлеуметтік желінің құдіреті деген өте күшті екен. Жаңағы бір таныссыз танылғандар дейді ғой. Ағасы жоқ, көкесі жоқ. Бірақ Facebook әлемінде күннен күнге өзімнің оқырмандар саным өсе бастады. Мысалы, осыдан 3 жыл бұрын менде 6000 ғана оқырман болса, ал Facebook'ның заңында сенде 5000 оқырманнан асса, сен сол өзің ауылыңда немесе таныла бастайсың. 5000-нан асса. Бүгінгі таңда менің оқырмандар саным 19000-ға жетті. Күннен күнге осылай Facebook'та оқырмандар көбейген сайын мен өз ауылым маған таршылық етіп бастады. Уже күнде осы қалаға, Ақтауға күнде бір жиналыстар, кездесулер, таныстар, жан-жақтан достар, тіпті осы елордада жан-жақта достарым көп болып бастады. Содан мен 3 жыл бұрын Ақтау қаласына көшіп келдім. Ақтау қаласына сол пандемияның аяғы 2020 жылдар көшіп келдім. Адам деген сол кезде, мысалы, мен ойлайтын едім, жалпы өзім өмір сүріп жатырған қалам осы Түпқараған ауданы Форт-Шевченко Баутин ауылында өмір бақи өмір сүрем деп ойладым. Сол кезде оқырмандарым өскен сайын мен қалаға қоныс аудардым. Ал бүгінгі таңда мен Астанаға көшкім келіп жүр. Маған уже Ақтау таршылық етіп бастады. Қазір менің Астанада жан-жақта достарым өте көп. Сондықтан болашақта менің жоспарым елордаға көшу. Керемет. Керемет. Енді мақтағаным емес, бірақ сол Facebook'тан таныдық қой. Карантиннің кезінде мен сені танып білдім да. Бұл не алған керемет батыл қыз деп ішімнен қорқып та қараймын, тамсанып та қараймын да. Өйткені именно сол карантиннің кезіндегі бүткіл проблеманың барлығын эфирге шығарып жүрген жалғыз өзің болдың деп айта аламын. Өйткені басқа біз көп кейіпкерлер көрмедік сол кезде. Блогерлігің солай танылды ғой деймін, қателеспесем. Жалпы блогерлікке қалай келдің деп барлығы айтады. Өзімді блогер деп айтуға ұялам. Блогер деген меніңше Айнұр Асқарқызы, сондай тұлғалар деп ойлаймын. Ал өзімді мен қоғам белсендісімін деп айтам, үнемі. Жалпы өзімді жаңа толық таныстырмаппын. Жасым 42-де, Форт-Шевченкоде туылдым. Жалпы мамандығым бойынша мұғаліммін. Бірақ қазір ол салада мүлдем жұмыс жасамаймын. 27-28 жасымнан бастап ауылда жеке кәсіпкер болып ашылдым. Көптеген гранттар ұттым. 2010 жылдың үздік жас жеке кәсіпкері деген әкімнен марапат алдым.
қазір ойлап қарасам осы қоғамдық жұмыстарым сол қоғамдағы белсенділігімнің арқасында өрбіді. Және қазір қоғам белсендісімін деп айтамын өзімді. Пандемияда жасыратыны жоқ. Халық деген тіпті дәрі бір аспиринге зар болып қалған кезде мен әлеуметтік желіде өте қатты жаздым. Дәрілер қайда? Біздің төлеп жатырған мәмсіміз қайда? Біздің тіпті неге аптекіде маска да жоқ деп сол кезде мен Түпқараған ауданы іскер әйелдер кеңесіндемін. Маска кешейін тіктік. Біздің тігінші аналар Түпқарағанда сол кезде депутат Самат Мұсабаев бізге Ақматаны Ақтаудан алып беріп жіберіп тұрды. Біз ан жақта күніге қарайға масканы тігіп, халыққа бесплатно таратып жүрдік. Сондай күндерді өткіздік басымыздан. Бірақ менің қатты танымал бола бастаған кезім, тіпті мен мысалы Сак базарға барам ғой. Мысалы үйге мойка сатып алып тұр едім. Сізді біз телевизорден көрдік. Сізді телевизорден көрдік деп. Немесе ана Асар базарында жеміс жидектер сондай алып жатырған кезімде де сізді бір жерден көрген сияқтымын. Сіз астарлы ақиқатқа барған қызсыз ғой деген осылай тіпті базардағы дүкеншіге шейін таныған кез. Ол менің 1-2 жылдықта әскерлер өлімі. 2021-22 жылы солдаттар неге өліп жатыр деп Есен Елеукен ағамыздың подкастына бардым. Астарлы ақиқат көреміз. Осындай барлық атышулы жаңа қадам деген неге бардым. Содан кейін кәдімгі ненің кезінде пандемияға байланысты кәдімгі Қазақстан арнасына 2 рет бардым. Осы карантин туралы айту туралы. Бірақ ең қатты танымал болғаным сол әскердегі Әлімжеттік. Біздің Ақшұқырда бір баламыз әскерге кеткеннен кейін 5 күннен кейін қайтыс болады. Мен үйде Форт Шевченкоге мама папамның қолына бір шаруамен кетіп бара жатам. Телефон шырылдайды. Телефонды көтерсем, бір әйел адам бақырып жылайды. Бибігүл, сенен басқа ешкім көмектесе алмайды. Біздің баламыз кеше 13 күн әскерге кетіп еді. Бүгін хабар келіп тұр, балаңыз өлді деген. Мыналар деген, біз қазір самолетке отырамыз деп телефонды бақырып жылап қойып тастайды. Сол кезден мен түнде жазып бастаймын. Бүгін маған осындай суық хабар келді. Маңғыстау облысы Ақшұқырдың баласы әскерде отарда қайтыс болыпты. Кім жауап береді деп. Содан кейін менің подписчигімді сол вообще оқырман түгел былай қарасаңыз, сол кезде мен отарға шейін барып келдім. Әскерге түгел Қазақстан бойынша балдары Әлімжеттік көрсе, содан кейін майда ол апрельде болады. Майда деген Шымкенттің бір баласы жаңағы, мен сені қазір отжимание жасамасаң командир ма, офицер ма, мен сені қазір зорлайым, қызым боласың деген. Оны да мен жазамын. Содан кейін Мирашбек бол деген бала жаңағы қайтыс болды деп хабарласады адамдар. Жамбылдағы суицид, ол границада қайтыс болады. Ол делында мен ең бірінші жазған мен. Сол кезде қазір тіпті Google-да ашып Бибігүл Рамазан деп терсе, барлық жерде қоғам белсендісі Бибігүл Рамазан сарбаздың белгісіз өлімі туралы жариялады деген Google-да толып шығады. Соның барлығы менің жаңағы әлеуметтік желіде, бірақ мен бекерден бекер айқай шығарған жоқпын деп ойлаймын. Себебі оның алдында, мына Ақшұқырдың баласы қайтардың алдында, бір Жамбылдың границасында бір бала жоғалып кетеді, 1 айдан кейін табылады. Оны Гүлмира Абықай және Жазира Бегал деген 2 журналист жазып отырады. Ол кезде де мысалы жоғары жақтан ешқандай реакция болмайды. Неге екен? Білмеймін. Ал біз жазғанда, біз садақа, мен ойлаймын, жоғары жақтағы Ақ үйдегі адамдар Маңғыстаудың парақшасын күнде мониторить етіп отырады. Себебі Ақшұқырдың баласы қайтыс болғанда біз садақа келген адамдардың бәрін тұрғызып қойып, біз Тоқаевқа сәлем жолдаймыз. Осындай Ақшұқырдағы баламыз қайтыс болды деп бастағанда,
айтқанда Тоқаев 10 минуттан кейін, сол біз жолдаймыз, мен парақшама салам, 10 минуттан кейін Тоқаевтың пресс-секретарі дейді ғой, Тоқаевтың жазуын жазатын хатшылары, сосын өзінің парақшасында, Тоқаевтың твиттерында біз Маңғыстауда маңғыстаулық сарбаз мезгілсіз қайтыс болуына байланысты ата-аналарынан көңіл сұраймын. Бұл істі міндетті түрде прокуратураға тапсырамын, өз қадағалауына алсын деп кәдімгідей сөйтіп не болады. В общем, бұл істі Тоқаевтың өзі тапсырып, сөйтіп бізге реакция болады. Одан кейін сол істі жүргізіп, даже бұл қайтыс болған балаға сол үкімет тарапынан Маңғыстаудың әкімі 2 бөлмелі Ақтаудан үй береді. Мысалы, енді бала қайтыс болғаннан кейін біреулер айтып жатады, ой, үй не керек деп. Бірақ біз осы жағдайды үкімет тарапына жеткіздік. Ол баланың, мысалы, артында құрттай інісі қалады. Інісі бар ғой енді. Сосын, мысалы, Жамбылда қайтыс болған атыраулық сарбаздың ол үйінде жан дауысын шығардым. Бұл іс туралы ең бірінші мен жаздым. Сол кезде ол жігіттің достарын бәрі Атырауда, Миялыда маған жазады. Бізден күнінде 1000 теңге берші, болшы, братан, мен саған салам, тек қайтарам армиядан келгесін деп. Ана жігіттің жан дауысы шыққанын бәрін, скриншоттарын бәрін салам. Осыдан кейін менің танымалдылығым өте артты. Жалпы, сол кезден бастап қоғам белсендісі, тіпті астарлы ақиқатта Дина ханымның өзі, сіздің азаматтық осындай белсенділігіңіз үшін рахмет айтамын. Азаматтық журналистика деген осы деп айтты. Халықтың арасынан шығып. Ол енді үлкен қоғамдағы бір аузы дұрыс ашылмай тұрған, шешімін таппай тұрған проблеманың бірі ғой, өзекті проблеманың бірі. И оны сіз өзіңіз жаңағы шешуге атсалысың деп ойлаймын. Белсенді көтеріп жібердіңіз, Себебі бұған дейін қаншама сарбаздар таяқ жеп жатыр, қаншама сарбаздар деген асылып жатыр. Мысалы да, одан кейін біздің президентіміз Тоқаевтың халыққа жолдауы шығады. Осы жағдайлардан кейін ол түгел военныйлардың ақшаларын көтеру, жағдайларын жақсарту. Мен айтам, неге олар осындай жағдайға жеткізіп балдарды? Не 1000 теңге, 2000 теңге сұрайды сарбаздарды? Олардың мүмкін материалдық жағдайын көтеру керек шығар деген сияқты. Жолдаудан кейін кәдімгі президентіміз жалпы естуші үкімет деген қағидан ұстанады деп ойлаймын. Халық тарапынан мысалы айтылған барлық сынды қабылдап, сол кезде әскерилердің жағдайы көп кәдімгі тапсырмалар берді. Сол кәдімгі арнайы жолдауында әскерилерге қатысты бір бет болды. Себебі менің қоғамдық қорым бар, Риза Ана деген. Сол кезде мені қоғам белсендісі, қоғамдық ұйымның жетекшісі ретінде президенттің жолдауын не істеуге, талқылауға шақырды. Сол кезде мен осы әскерлерге қатысты бір бет жолдауда тапсырманы көріп қуандым. Мүмкін осылай әскерилердің жағдайын жақсартса, зарплатасын көтерсе, мүмкін біздің сарбаздарымыздың да жағдайы жақсарар. Соған қуандым. Мен ойлаймын, ол халықтың, біздің қоғам белсенділерінің үлкен қосқан үлесі. Содан кейін мен 23 деп байқадым, әскерилердің өлімі азайды. Біз 21-22 көп жаз. 22-де менде күнде пост болды Фейсбукта. Нандай жақта. Тіпті бір күні бір апай соқты Ақтаудан. Қазір күлесіз, мен балам деген кеше кетеді Ақтаудан Оралға. Бүгін балам деген суицид жасады деп мен шақырып жатыр деді. Сосын мен ол кезде осы хатты алам да, Фейсбукқа салып жіберем. Содан кейін ана апай баласы қалды службада. Күнде командиріне айтам дейді. Мен сендерді бейбүгіл Рамазанға айтам десе, зәрелерім дейді. Күлкіден өлесің. Сондай да қызықтар болды. Мамасы айтады, мен деген
баламның офицерлеріне бәріне мен сендерді бибігүл Оралдағы офицерлер ғой, былай қарасам мен Ақтаудамын, Ой. қазір бибігүл Рамазанға айтам деп сөйтіп айтып жүрмін дейді да. Содан олар деген кәдімгідей ағады ғой, иә, уже балам жоғарыдан иә тотальный контроль болғаннан кейін Иә. уже өздері де ығысып сол қазір ол әлеуметтік желінің құдіреті деп ойлаймын. Иә. Сол мысалы Есен Елеукеннің барлық жайдарманнан шыққан інілері бар ғой енді. Соларда Бибігүл деген қыз әскердегі әлімжеттікті көп жазып жатыр, подкастқа шақырыңызшы деп айтқан ол кісіге да. Содан ол бір күні маған телефон шалып, Бибігүл қарындасым, осы әскердегі әлімжеттікті көтерейін деп едім, мен подкастыма түсші, Алматыға келе аласың ба деп. Содан мен барып сол подкастқа түстім. Ол кісі де сол ербалдарға сол алаңдаушылық білдіріп, значит біз өзіміздің фейсбуктағы посттарымыз арқылы көп адамға танымал болып сөйтіп кеттік деп ойлаймын. Бірдеңені өзгертуге сәл де болса үлес қостық деп ойлаймын. Сосын пандемияда көптеген мақалалар жаздық. Шынымен де былай қарасаңыз Қазақстанда бар ғой, жаңағы мысалы ол кезде қатты жаздық, пандемияда қатты жаздық. Иә, мен оқып Бір жүрмін сол жігіт, кездерде. бір Атыраудың жігіті былай жазды: пандемияда кеткен ақшаға Дубайдағы Бурдж Халифаның бесеуін салуға болатын ақша кеткен да Қазақстанда. Оның барлығы, иә, сол кездерде мысалы мен өзіме жауда тілеп алдым. Мысалы, Иә, вот соны сұрайын деп отыр едім мен. мысалы жергілікті билік, жергілікті әкімшілікке қарсы, мысалы дәрілер қайда, біздің неміз қайда деп қатты жаздым ғой. Аптекада бір дәрі жоқ, кислород баллон жоқ. Даже сол кезде күшті қараған аудандар, Ақтауда адамдарды былай өлді деп қара неге пакетке орап лақтырып жатырған кезде, мен өзім ауылда тұрам, Форт Шевченкоде. Фортта тек түпқарағанда жаңағы кислородный баллон да болды, дәрі де болды. Мақтанғаным емес. Себебі ол жақта Бибігүл Рамазан бар ғой. Жоқ, одан емес, әкімшілік тарапынан күшті қолдау болды. Әкімдер өзінің жұмысына тиянақты қарады, мұқиятта. Сол кезде айтайын дегенім, мен де бір күні пандемияда ауырып қалам. Қызуым көтеріліп, сірә мен ауылда главный врач барлығын танимын. Сосын мен айтам, мен қызуым түсетін емес, мен сізге келуім керек деп. Сол келемін да, қызуым түспегесін 3 күнге жатып алам ғой, ненің ішіне, карантин болып жатқан. Больницаға, ауруханаға жатам. Сол кезде, нанасыңдар ма, 70-тен кеткен Ақшұқырда тұратын бір апай келген. Ол апай бүйтіп деп демала алмай отыр. Оған былай айтқан Ақтауда. Ол Ақтауда тұрады, балдары Ақшұқырда тұрады екен. Сен уже пенсионерсің, сен өлесің деп Ақтауда, біз сені алмаймыз деген. Сатурацияң төмен түсіп жатыр, апай пенсионерлерді алмаймыз деген. Сол кезде жаны шыққан балдары, ол апаны, балдары Ақшұқырда тұрады, ол апаны портқа Түпқарағанға келіп, ол апа тірі қалды. Қазір де маған Фейсбукта лайк басып отырады, сол апайда тірі қалды. Сол кезде Түпқарағанда дәрігерлер сақадай сай болды. Кислород баллон, дәрі барлығы болды. Ол кезде әкім Айбек Қосуағұлы болды. Барлық жағынан, мен ойлаймын, ол кезде ол кісі бизнесмен, бизнестан әкімшілікке кетті. Сосын өзі ол кісінің жаңағы үкіметтің ақшасына қызығушылығы болған жоқ деп ойлаймын да. Не бар, соны үкіметке жаратты деп ойлаймын. Сол кезде пандемияда ол кісінің ерлігін атап өте алам. Көптеген адамдар Түпқарағанға келіп, Ақтаудың көп адамы Фортта тірі қалды сол кезде, Форт Шевченкоде. Ал біз Ақтауда адамдар өліп жатыр деп жазғаннан кейін, әсіресе менің жауым көбейді. Сол кезде дәрігерлерді нелерге жатқызды, гостиницаларға жатқызды. Ол кезде де лоббирование болды. Гостиницаға сол кезде 67 миллион ба, көп ақша бөліпті.
сондай ақпараттарды біз сол кезде шығарып отырдық. Тіпті сол кезде қазір ол апамыз сол кезде маған ренжіді, ол апаның да тумаластары барлығы ренжіді. Мүмкін ол сол кезде Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы ұсталып кетеді, жұмыстан босайды ол кезде да, ИВС-қа қамалады. Сол кезде мысалы мен жазбасам да Маңғыстауға бір аппарат алған. Сол пандемияда мүмкін КТМ ыртыма мен шадасып отырмын. Бір қымбат аппарат алады. Оны Ақтөбенің осындай медицинский оборудование әкеліп жүрген адамдар көреді. Себебі біздің Маңғыстаудың денсаулық сақтау басқармасы қол қойған, 3 есе қымбат қалған. Мысалы, 20 миллионға алатын затты Маңғыстау 60 миллионға алғанда, оны Ақтөбенің адамдары көреді, сосын антикорға жазады. Мына аппаратты осындай ақшаға алуға болады. Неге Маңғыстау 3 есе қымбат қалып отыр деп. Сосын Астананың антикоры, оны зерттесе шынымен де 3 есе қымбат. Мысалы, сен деген 20 миллион теңгенің затын 60 миллионға алсаң, ол бәрі көрініп тұрады ғой желі. Қазір деген Госсокупканың сайтында бәрі анық көрініп тұр. Содан ол кісі қамалып кетті. Енді сол кезде ең Ақтауда кім жаман, мен жаман болдым. Хотя ол жерде олардың үстінен антикорға жазған Ақтөбенің адамдары. Мынаны неге біз сатып алып бере аламыз мына затты осындай миллионға? Неге Ақтаудың адамдары мынандай миллионға алып жатыр деп та? Сол кезде кім жаман, мен жаман болып қалдым. Мен амандаспайтын әлі күнге шейін адамдар бар. Хотя ол Госсокупкада көрініп тұр. 3 есе қымбат алған. Сондай жағдайлар болды. Ол апамыз жұмыстан босады. Артынан ол кісі қазір бір жерде жұмыста. Қазір мүмкін осы подкастты да көретін шығар. Бірақ ол кезде мүмкін ол кісіге жоғары жақтан қол қойып жібер, осылар алып беру керек деген шығар да. Бірақ ол кезде мен ойлаймын, сен халықтың алдында, мен қазір үнемі жазам, сен халықтың алдында абыройың кетпеу үшін, маған бұл қызмет керек емес, мен қол қоймаймын. Ата-бабадан қалған кресло жоқ қой. Мен ондай 3 есе қымбатқа қол қоймаймын деп шығып кету керек еді, тыңдамау керек еді. Жоғары жаққа. Артынан көптеген естідік хабарларды, что ол кісінің кінәсі жоқ, жоғары жақтан телефон шалып, осындай ақша алғызу керек, қол қой жібер дегенде. Мүмкін ол кісі де біреудің күнәсін арқалап кетіп кеткен шығар. Бірақ факт сондай, что Ақтөбенің медоборудование алып беретін адамдары анық-анық мынаны неге 3 есе қымбатқа алып жатсыңыз деп үстерінен антикорға жазып жібереді. Әңгіме сол жақтан басталды дейсіз ғой. Сол ащы даусымыз шықты. Тіпті көптеген жаңағы қасынан өтіп кетпейтін тақырыптар болған кезде мен сол үндемей қалмаймын. Осындай мінезімнің кесірінен көптеген жаулар тілеп алдым шынымен де. Бірақ ең соңында ақиқат жеңеді. Тіпті мынандай да қызық жағдай болды. Маңғыстаудың журналистері Маңғыстау медиа басшысының айлығы 900 мың, Бибігүл біздің айлығымыз 70 мың деп келеді. Мысалы да үлкен бастық дым істемейді, оның айлығы көп, қарапайым журналистер 70 мың. Сол кезде де мен үндемей отырмай, неге осындай тексеріңдер деп қатты жазам. Мен сыртынан блогер жалдап, жеке басыма тиісу болды, мен ауырып қалғаным болды, бір апта больницада жатқан күндерім болды. Мысалы, ол кезде де мен журналистердің жанайқайын жеткіздім да жоғарыға. Сол кезде, енді сол кезде мен үстімнен күстаналап, блогер жалдап, жеке басыма тиісіп, мен бір апта ауырып жатқанымен, артынан ол кісіні аудит тексергеннен кейін, ол кісі 4 жылға сотталып кетті. Мысалы, осындайда қатты жаман күндер басынан өтті. Бірақ енді ондай шындықты да айтатын бір адам керек деп ойлаймын.
бір адам керек, бірақ енді бір адамның Иә, басына қазір қиыншылық тууы мүмкін ғой. көптеген қиыншылықтар басымнан өттім, көп адам ауыр бұндай күндерді өттім. қадамға бара да бермейді. Мысалы өз басымыз тартынып тұрамыз көп нәрседен. Артта қалай болып кетеді, бала шағам бар деген сияқты қылып. Сол қазір мені бәрі айтады екен, Бибігүл қазір үндемей қалды. Ал оған дейін халықтың тарапынан айтпақшы, даже мынандай жағдай болды. Бейнеуде 79-шы жылғы бір жігіт қайтыс болады. Оны кәдімгідей көшенің қақ ортасынан баласын сабаққа алып кететін кезде барып баласын алайын деп тұрған жігітті бейнеуде бай, ақшасы көп, бейнеуді мен өзім ойлаймын бандитский қала деп та. Бір жігіт олай емес. бір жігіт оны салып алып кетеді обедтің кезінде. Содан маған бейнеудің сол жігіттің достары хабарласады. Сон мен деген әлеуметтік желден інісі де пысық екен, қайтыс болған жігіттің да. Комада жатыр ағам деп жазды ғой енді. Сол ол інісі деген ағасын бүйтіп машинасы тоқтағаны, мектептің қасына камерадан бәрін алып алады ғой. Ал представляете, жаңағы бейнеудің өлген жігітін машинаға салып алып кеткен жігіт официально псих деген қағаз бар қолында. Псих. Масқара. Соны мен деген Фейсбукқа жазып жатырмын. Ол не істеген, ұрып өлтірген ба, не істеген соны? Енді қараңыз, бейнеудің шетінде жолдың обочинада басы бордюрға соғылып жатыр, ес-түссіз. Содан ол жігіт больницаға түсіп, комаға түсіп қайтыс болды. Ол жігіттің бизнесі бар, бейнеуде мебельный цехы бар, дүкені бар. Мына сөзіміз ауыр болмасын, қазір болғанда келеміз. Мына өлтірді деген жігіт үстіне көптен хаттар келеді. Ол жігіт, оказывается, бизнесі бар адамдардан ақша сындырады екен. Боп салайды. Сен маған осындай ақша беріп тұрсаң, сен бизнесіңа тым не істемеймін. Бірақ өзінің жаңағы диагнозы бар. Диагнозы бар. Бірақ қолында псих деген қағаз бар ол жігіттің. Ол жігіттің інісі прокурор, ағасы адвокат. Жаңағы псих деген қағаз бар адамның да. Содан мен соны жазам ғой әлеуметтік желіге. Бейнеу деген осындай, псих деген қағаз бар, адамды өлтіріп жатыр. Міне видеолары деп. Содан не болды дейсіңдер ғой. Сол кезде ол жігіттің жаңағы наяқтың ДВД-ның басшысы ол жігіт. Псих емес ол, псих болса деген. Именно ол неге бизнесмендерге тиіседі, да? Ол бизнесте басқа вообще біреуден бірдеме алуға интересі болмау керек қой. Псих дейін дені сау. Сол мен мысалы ол кезде қатты жазып кеттім да, бәрі. Ойбай, ол деген бандит сені өлтіріп кетеді деді. Сол кезде мен үйімнің айналасын бәріне камера қойып тастадым, дворға бәріне де бәрі. Ойбай, мынау опасный адам деп сөйтті да. Сол кезде бейнеудің көптеген былықтарын бетін ашам, 2-3 жаңағы сондай бандит сияқты жігіттер бар екен. Көп жазам, ол кезде де өзіме жауап тілеп алдым. Сол айтайын дегенім, біз ДВД-ның басшысы сол жігітті Алматыда экспертиза болады екен. Псих емес екенін доказать ететін да. Ол жігіт действительно псих емес екенін доказать етуге кетеді. Ана өлтірді. Күдікті ғой енді, күдікті ол қамауға алады. Содан кейін барып экспертизадан өтіп қайтып келе жатырғанда өліп қалды. Жаңа екінші жігіт. Өлтірді деп күдікті болып ілінген жігіттің қолында жаңа психтен қағаз бар. Ол жүректен қайтыс болды. А Фейсбукқа мен жазып отырмын, мынау деген псих емес, ол неге именно кәсіпкерлерге тиіседі деп сол кезде туыстарымен, айтпақшы туыстарымен сотқа берді, үйіме жаңа не келді, участковый келді, ондайдың түрін өттім мен ондай сотқа беру дегендерден да. Содан кейін ана өлтірді деп күдікті, в общем, күдікті өзі өліп қалды. Сол кезде мен айтамын, Фейсбукта прям мен ойымша ол кісі Фейсбукты қарап отырды. Что ол туралы жазып жатырғанын, ол шынымен де псих емес, қамауға алың, бұны псих деген қағазын, еще былай жазам, псих деген қағазды берген дәрігерлер сендерді соттатам деп жазды. Олар енді қол қойған ғой енді ол кезде. В общем, бұның алдында да аты шулы бұл ағамыздың қайтыс болды ғой енді, марқұм. Өлген адамда өлтірген адамда қайтыс болады да. Ол кісінің, короче,
біреудің газ заправкада мысалы бір не тұр, лексус па крузак па, соны айдап кеткен, сондай атышулы видеолар бар әлеуметтік желіде да. Ол бір сәл көтеріліп жатқан жігіттер болса, соны мысалы круза қымбат көлігін айдап кеткен да. Лихач избенеу деген нелер бар әлеуметтік желіде да. Сол ағамыздың, бірақ оны барады да, псих деген қағазы бар ғой, ештеңе болмайды, ол психбольницаға бір-екі ай жатады да, қайтадан шығып кетеді. Өз іс-әрекетіне жауап бере алмайды. Иә, өз іс-әрекетіне. В общем, не керек сол атышулы неден кейін мен даже YouTube каналымда біздің азаматтардың конституциялық құқығын қорғаңыз Тоқаев деген осы өлген жігіттің туралы ауылына барып, мамасынан интервью алып, передачам шығады, бүткіл бейнеу көреді. Сол YouTube каналым сол кезде де қатты просмотр жинайды. Жалпы сондай бұның барлығын қазір енді Фейсбукта мынадай не бар да, воспоминание деп та, сенің бір 5 жыл бұрын, 3 жыл бұрын жазған посттарың шығады ғой. Мен ана постты ашып қалсам өзім қорқып кетемін. Себебі ана посттарды ашсам мен деген кәдімгі қатты жазғанмын. Ананы маған сол кезде өзің сақ бол, опасный адамдар өзіңе бірдеңе болады дейді ғой. Сосын бір күні тағы да сол бір адамдар жазам ғой, бір күні бір кешкі бар ма, кальянный ма, сондай жерде отырған кезінде біреу маған тесірейіп қарап отыр да. Бір тоже сондай бандитский группировкада ағамыз екен, мен жайлап фотоға түсіріп жіберіп біреулерге жібердім да, мынау кім маған қарап отырған десем, әй сен жазған сол ағаң ғой дейді да. Бірақ мен оны қарағанда түрінде менен қорқыныш көрдім да, менен қорқып отырған сияқты болды да. Жалпы сол сияқты өмірде түрлі қызықтарды басымнан кешірдім. Осы қатты активный болып бастағандарым сол 18, 19, 20 жылдары деп ойлаймын. Содан кейін осы 22-ші жыл мен күнде әскердегі өлім туралы жазып. Сол өзім ойлаймын 23-те содан кейін тынышталып қалды деп та. Сондай көптеген атышулы оқиғаларды жазды. Сол момент, сол кезеңдерде прям көп болып кетті ғой, барып 5 күннен кейін қайтыс болды, тағы бір күннен қайтыс болды. Тіпті шынымыз айтсақ, өте жаңағы қорқынышты тақырып та. Қорқынышты. Енді ұл балдар өсіріп отырғаннан кейін мысалға өзіміз де қорқамыз әскерге бала жіберуге. Мен де ұлдың анасы ретінде сол үндемей отыруға не істедім да, жаңағы сол кезде мысалы мен бүгін шығардым, сол бүгін қарасам воспоминаниемде не тұр, былтыр Алматыда бір сарбаз қайтыс болады, дауылды желде басына палатканың бірдеңесі тиіп кетті деген өтірік не шығып, негізі оны ұрған да. Оның мамасы кәдімгідей мен деген ештеңеде үкіметтен алмайым, аштан өлейін деп отырсам да баламды өлтірген адам қамайым деді. Сол жігіт туралы бүгін мен қарасам, мен министрдің өзіне Ақтауға деген министр келеді, Ахметжанов, соған сұрақ қойыппын кәдімгідей. Неге осындай шаңды дауылда осындай сарбаз өлді дейді Алматыда. Вообще әскерилер әртүрлі нелерге қарайды. Мысалы, МВД-ға қарайтын болады, Министерство внутренних дел дейді. Соған қарайтын сарбаздар бар. Сосын шекарашылардың бәрі КНБ-ға қарайды. Соларға қарайтын, мысалы, кейбір делаларда ата-аналар қорықпайды. Сосын мен айтайын сізге, аузым күйгенде жерлер болды. Мысалы, мен осы морская пехотада бір жігіт тоже басына травма алып, үйіне тым жақсы болып Қызылордадан кеткен аралдан, осы Маңғыстауға келіп служить етіп, үйіне әскерден кетуге 2 апта қалғанда жынды болып келеді да. Соны жазып жүрмін қоймайды. Сосын бір күні, ол енді Маңғыстауда болған, маңғыстаулықтар ұрады ғой, морская пехота біздің қасымыз. Мен әскерилер аналар, сарбаздар аналары деген акиматтың жанынан ұйым ашылады, соның мүшесімін да, аналардың тобы да, комиссия. Сосын мені шақырады, бізде заседание болайын деп жатыр деп, былтыр. Сосын сол заседаниеге барсам, біздің Маңғыстаудың жаңағы сарбаздардың үстінен қарайтын прокуратура бар, әскери прокуратура бар.
Ол жерде тек әскери делоларды қарайды. Сосын әскери тергеп тексеру, олар мысалы әскерде бірдеңе болса, олар құпия бөлек адамдар қарайды да. Сол барлық басшыларын жиналған, сосын біз отырып аналар, сосын мен уже былтыр түгел қай жерде сарбазды ұрды, жындыханаға түсірді, ауырды, бәрін білем. Сол кезде мен тұрам да сұрақ қоям. Осы әскери прокуратура бізге айтыңыз, осы баяда Ринат Жеткергенов деген жігіттің басынан соққы алып, жынды, ол псих болып ауылына келген дело не болды десем, ол дело жабылып қалды деген ғой. Неге? В общем, кей кездерде ата-аналардан олар кешірім сұрап, меніңше сыйлықтар беретін сияқты да, содан кейін олар өздерінің арыздарын қайтып алып кететін сияқты. Бәрі қайтармаймыз деген оймен. Иә, обидно болады, что мысалы ата-аналар басында жылап еңіреп соғады да, жылап еңіреп әлеуметтік желіге шығады да, артынан подаркаларын алып басылып қалатын да болады. А сен оны әлі ойлап жүрсің. Сол кездерде мысалы мен түнде ұйықтасам, солдаттар, өліп жатырған солдаттар, бір түсті помогите деген сөздер келіп жүрді. Мысалы мен сол кездерде аталардың басына, Бекет атаның басына сөйтіп зияраттап барып, немесе Айдар Ишан атаның басына барып, ұшық алып сөйтіп қайтадан тірілем да, мысалы өзімде. Ол да маған ауыр соққы да. Сол кезде кейде ата-аналар сөйтіп сыйлықтарын алып үндемей қалады кездерде болды. Содан кейін біз уже бүгінгі таңда енді жаңағыдай жеке, мысалы бейнеуде өлімді жаздым дедім ғой. Сол кезде мен алды-артыма қарамайды екен. Сондай болды. Қарам деп та, спасатель деген жилетті киіп алып. Енді қазір бүгінгі таңда уже балаң да өсіп келе жатыр. Балаңа алаңдайды бастай. Ол кезде құрттай болады ғой мысалы. 3-4 оқитын кезде құрттай болды да мысалы. Уже балаң бозбала болып келе жатыр. Бәрін уайымдайсың. Мен бұрын бесстрашный болған екенмін. Мен сол кезде сөзің аузын таңғалатын едім. Мынау не алған қыз деп ойлаймын да. Бұл не алған қыз, алды-артына қарамайтын танк деймін да, вперед кетіп батқан, не алған қыз деп. Сосын ойлаймын да, ладно, енді жолдас жоқ бола қойсын, алдында тумаластары бар, бауырлары бар, қой деп айтпайды ма екен, қорықпай ма екен деп ойлайтын. Бірақ мен ойладым сол кезде, бір күні мына қыз өзі не істейді ау деп та, эмоционально шаршап қалады ау деп. Посттарға да лайк басып, комментарийларға жазып жүрдік, молодец, давай бүйту керек, сөйту керек деп. Мен жазған жерге мә сен Рамазанның астына бірдеме деп жазыпсың ғой деп маған да айтатын адамдар болды да. Өзім қысылып қаламын сосын. Бірақ артынан менде андай жағдай болды. Сенің страница ашсам, бір неге түсіп кетем да, негативный состояние түсіп кететін жағдай қалды. Депрессия ашып қалсаң болды, тек кілең негативный ситуациялар жазып қойған, таңғалады. Мына соншама энергия болу керек қой адамда, чтобы постоянно негатив жазу үшін деп та. Енді оның бірақ енді жемісін қоғам көріп жатыр ғой, сол кездегі жүрсіңнің. Бірақ өзіңе де дұрысынан ауырынан тиді деп ойлаймын да. Сөзің аузында 2023 жыл маған полностью трансформация жылы болды. Мен өмірімде мысалы Узима Темірғалиевна деген ханыммен таныстым. Ол кісі мені бұрыннан Фейсбукта бақылап жүреді екен. Ол кісі маған көп психологтардың парақшаларын жіберіп бастады. Ютубтан сен өзгеруің керексің, Бибігүл, сен негативке батып кеттің. Сен қазақтың енді маңдайы жалтыраған қызсың, батыр қызсың, сен өзгеруің керексің деп полностью менімен жұмыс жасады 23 жыл бойына. Сол мен қазір мен уже басқа адам. Бұрынғы 2022 жылға дейінгі Бибігүлмен қазір мен мүлдем басқа адаммын. Қазір мен көбінесе позитив жаққа көштім. Сосын бұрын маған біреу, мен баламды садикте ұрып жіберді деп жазса да, соны Фейсбукқа жазып, ана садиктің директорымен айқайласып сөйтіп отыратын едім ғой. Оказывается, мен өзім күйдіріп жатыр екенмін да, энергиямды шашып. Қазір мен сотпен шешіңіз деп айтамын. Ол мысалы бір адамның жеке басының проблемасын мен арқаламауым керек.
Енді 2023 жыл көбін елеулі өзгерістер жылы болды. Себебі 2023 жылы мен Ақтаудан кофехана аштым. Иә, Кофе. оған келеміз қазір. Иә. Енді мен қазір анализ жасап отырмын. Жалпы өзіңнің сенің предназначение дейді ғой, сол бағытың қоғаммен, қоғаммен байланыс, қоғамдық проблемаларды шешу деген тақырыптардың маңайы болып тұр ғой өзің жалпы неше жыл бойы соны ұстанып келе жатырсың да. Соның бір тармағы ретінде қазір көптеген жаңағы ерекше жандармен жұмыс жасап жатырсыңыз да. Әлеуметтік кәсіпкерлік деген бағытты дамытып жатырсыңыз. Маған біздің көрермендер үшін осы бағыт қызығырақ. Бірақ жаңағы айтылған ақпараттардың барлығын мына көрермендерге айтып отырмын, есте сақтап қалыңыз. Өйткені бұндай жағдайдың барлығы екінің бірінің бәріміздің де басымызда болуы мүмкін. Сол кезде осы ақпарат сіздерге пайдасын тигізуі мүмкін. Жаңағы анандай прокуратура бар, мынандай прокуратура бар дегеннің барлығын. Енді қазіргі таңдағы сіздің дамытып жүрген салаңыз тоже қоғамның әлсіз қоғамның жаңағы актуалды бағыттарының бірі. Соған қарай ауыссақ, жалпы әлеуметтік кәсіпкерлік деген не? Мынандай бір ұғым бар, бір идея бірнеше адамның басына қатар келеді екен. Соны ізденіп жүрген кезде жаңағы пысықтаулары соны бастап алып кетеді, пысық еместері жайлап соны ойлап сол ойда қалып қояды деген сияқты. Өйткені менің әлеуметтік кәсіпкерлік дегенде Эмин Әскеров, сол жігіттің парақшасын мен каким-то образом тауып алып, сол карантиннің кезінде мен оған звондап жүрдім. Себебі түсіндім да, что осы әлеуметтік кәсіпкерліктің дұрыс бағыт екені, және бұл шетелде дұрыс қоғамды алға дамытып сүйретіп келе жатқан бағыт екенін түсіндім, іздендім. Сосын жаңа жігітке хабарласам ғой, сіздің жаңағы столярный цехыңыз бар, давайте менің бір помещением бар, сол Ақтауға сізге филиал ашыңыз, бірге жасайық деген кезде ол жігіт айтты, как карантиннің кезі үйде тұрмыз, не істеймін деп ойланатын кез ғой көп адамның. Ол жігіт айтты, не деді, Ақтау қазір біздің неде тұрған жоқ деді. Қарастырып жатқан региондардан бағытында тұрған жоқ. Біз қазір Павлодардан ашамыз, бір жерден ашамыз деп сөйледі. Содан ол тақырып менің ішімде де қалып қойды. Жаңа Гүлжанат Мұратбаймен бір сөйлесіп, осы бағытта бір сөйлесіп жүрдім да, сосын документ оформить ету керек деді. Оны мен Цонға бардым. Цонға барғанда ол жердегі адамдар ештеңе білмейді. Біз мұндай бағытты білмейміз деді. Налоговаға барсам, біздер де білмейміз. Цонға бардым деді. Сонымен екі ортада бүйтіп жүріп ұшын шығара алмай қойдым да, содан жабулы қазан қалды сол күйінде. Бірақ негізі осы бағытта шаралар болды. Одан сөйтіп жабылып қалғаннан кейін бір кездерде өзің бастадың осы тақырыпты да. Мә, керемет, наконец-то біреу шықты осы тақырыппен деп сөйде ойладым. Опять же Бибігүл Рамазан осы тақырып бойынша халыққа көбірек таныстырғым келеді. Әлеуметтік кәсіпкерлік бізге не береді, не ол, қандай мекемелер кіреді. Сосын ар жағын биар кофейня бойынша. Әлеуметтік кәсіпкерлік бұл жаңа тренд. 2023 жылы мен осы тренд туралы көп айттым. Біз әлеуметтік жобаны жүзеге асырдық, халыққа ақпарат тараттық. Әлеуметтік кәсіпкерлік деген кәдімгі бизнесмендардан айырмашылығы неде? Бұл әлеуметтік бір әлеуметтік бір проблеманы шешетін кәсіпкерлік түрі. Мысалы, менің BR Coffee Social Project деген кофеханам бар. Ол кофеханада туа бітті құлағы естімейтін, сөйлемейтін жандар жұмыс жасайды. Мен 15 адамды жұмыспен қамтып отыр. Менің сотрудниктерімнің барлығы сөйлемейді, естімейді. Олар мүмкіндігі шектеулі жандар, барлығының 3-ші топ мүгедектігі деген қағаздары бар. Естімесе де 3-ші топ бола ма? Естімесе де, сөйлемесе де 3-ші топқа жатады екен. Енді өзіңіз білесіз, бұндай жандарды енді мылқау деп айтады ғой. Ондай адамдар қоғамда бейімделмеген. Ондай адамдарды жұмысқа ешкім алмайды. Маған келген адамдардың бәрі көбісі пол жуатын, еден жуушы, уборщица болып жұмыс жасаған қыздар. Ал ондай, мысалы, біздің көрші Атырау деген жер бар да. Атырау облысында 700 адам болса, біздің Маңғыстауда туылғаннан пенсия жасына дейін 1125 құлағы естімейтін, сөйлемейтін адам бар екен.
еңбек жасында. Иә, жоқ, туылғаннан пенсияға А, дейін. Сосын мына жақта сондай специальный спецсадик бар ғой. мгм. Мысалы, бұрын бір топта тек бір бала болса, Иә. естімейтін. Қазір бір топта 3-4 баладан дейді. Көбейіп бара Көбейіп, жылдан жылға ондай балдар да көбейіп келе жатыр. Мгм. Мысалы, енді қараңыз, әлеуметтік кәсіпкерлікті бәрі былай ойлайды. Ой, Бибігүлде инвалид адамдар жұмыс жасайды. Мгм. Ол үшін инвалид адамдар жұмысқа алуымыз керек болды деп та. Әлеуметтік кәсіпкерліктің 4 түрі бар. Иә. Мысалы, біріншісі біздер әлеуметтік осал топтағы адамдарды жұмыспен қамтып отырмыз. Әлеуметтік осал топ деген тек қана мүмкіндігі шектеулі адамдар емес. Мгм. Оған мынандай адамдар жатады. Көп балалы аналар жатады. Егер сіз көп балалы аналар деген книжкасы бар адамды жұмысқа алсаңыз, әлеуметтік кәсіпкерсіз. Келесі, көп бала, мүмкіндігі шектеулі балалардың опекундары немесе ата-аналары. Мгм. Мүмкіндігі шектеулі балалары бар ана көп қой. Иә. Көп. Олар да әлеуметтік осал топқа жатады. Сосын нелер, оралмандар, қандастар әлеуметтік осал топ. Мысалы, мұнайлыда көп шоғырланған. Иә. Ондай адамдарға жұмыс берсе, ол да әлеуметтік кәсіпкер болып саналады. Бомждар, тұрғылықты мекен-жайы жоқ. Бывшие наркомандар, наркотиктен емделген, детский домнан шыққан жетім балдарды жұмыспен қамтыса, ол да әлеуметтік кәсіпкер. Алқаш, жаңағы, бывшие алкоголики дейді ғой, олар да зейнеткерлер даже пенсияға шыққан, немесе пенсияға 2 жылға қалған адамдарды жұмыспен қамтысаңыз, сіз әлеуметтік кәсіпкер болып табыласыз. Осындай әлеуметтік осал топтағы адамдарды жұмыспен қамту, ол әлеуметтік кәсіпкерліктің бірінші санатына жатады. Содан кейін екінші санаты, мысалы, әлеуметтік осал топтарға арналған тауарлар шығару. Детские коляски, инвалидные, немесе ортопедиялық ботинка шығаратындар дейікші, мысалы. Тіпті балаларға арналған, қазір әйелдер тігіп жатыр ғой үйінен, қол ұстайтын мелкий моториканы развивать ететін ойыншықтар. Ондай производительдер де екінші топқа жатады. Үшінші топ барлық реабилитационный центрлар. Мысалы, мынақта Риамет, Ақеркемет, түгел реабилитационный центр. Мысалы, мүгедектерді реабилитация, инсультный центр. Олардың барлығы үшінші топ, үшінші бағыт әлеуметтік кәсіпкерлік. И және оның ішіне тағы да нелер кіреді. Детский развивайкалар, 4-ші топ. Барлық балдардың развивайкасы, мектепке дейінгі тәрбие деген детский садиктер. Солардың барлығы әлеуметтік кәсіпкерлік. Осыған дейін олар ИП болып келді ма сонда? ИП болып келді. Олар да бүгінгі таңда мен айтып жатырмын, әлеуметтік кәсіпкер болып тіркеліңдер. Сіз балаларға қатысты, балалардың детский лагерімен айналысатын адамдар, балалардың массажистері, не айтып жатырмын, мысалы, бір Сандуғаш деген сіңілім бар, сенде тіркел деп жатырмын. Неше жылдан бері балаларға массаж жасап жүрсің деп. Сол балаларды дамытатын, тіпті қазір ЗПР, ЗР, аутизм, балдармен әртүрлі кабинеттердің барлығы әлеуметтік кәсіпкерлік болып табылады. И және келесі бағыты ол экопроекттер. Тазалайк. Кеше мен қарап отырдым да, Ирина ханымның сторисін көріп қалдым. Тазалайк, мусорлар жинаймыз деп. Ол бізде Маңғыстауда экологиялық бағытта ешқандай үйім жоқ. Мен сол кісіні қазір документтерін жинап жатырмын. Ертең 1-нен 15-не дейін экопроект ретінде оны тіркеймін. Ол да қоғамға пайдалы. Біздің табиғат, айнала қоршаған ортаны тазалығына септігін тигізіп жатырған экологиялық жоба, әлеуметтік жоба болса. Енді мына жерде мынандай сұрақта, жаңағы айтып отырсыңыз, кабинеттердің барлығы бұған дейін жеке кәсіпкер келді ғой. Енді оған әлеуметтік кәсіпкерлікке өткен кезде қандай пайдасы бар? Қандай выгодасы бар өздеріне? Енді қазір айтайын сіздерге. Жалпы бұл жаңа тренд деп айттым ғой. Мен 2017 жылы әлеуметтік кәсіпкерлік туралы бірінші рет естідім. Астанада Эмин Аскеров деген інімнің
ол деген аутист балдармен Иә, заправка иә. не машин жуатын, көлік жуатын не Мойка. ашты, мойка ашты. Оның деген 2018-де мен өзім Астана ұшып барып, сол кафе сот пиццериясы, құлағы естімейтін, сөйлемейтін жандар біздікіндей, ода кафе сот. Оған тіпті сенатор, депутаттар бар, тамақ жеп жүрді да. Содан кейін оның қазір 4 этажды ғимараты бар. Үкімет берген оған. Бір больницаның бос зданиясын. Ол жерде оның Green Tall деген кәдімгі өзінің мекемесі бар. Ол қазір мебель, ағаштан ойыншықтар жасап жатыр. Ол жерде әртүрлі ментальный нарушениесімен, даже психбольницадан шыққан жігіттер мен қыздар да жұмыс жасайды ода. Сөйлемейтін, көзі көрмейтін адамдармен ол корзина тоқыған. Мен осыны 2017-де көрем. Мен Ақтаудан осыны ашамын деп. 17-де өзіме мақсат қойдым. Мен қазір 23-те аштым. Қараңыз, 5 жыл өтіп кетті да, 5-6 жылдан кейін. Ол үлкен, сен мысалы бір тіреп тұрған көкең, ағаң болмаса, өзің аяғыңа тұрып келе жатырған жан болсаң, сен оны мен қазір өзім тренингтер бар ғой, жеке мақсат қойсаң, қарандар деп мен түгел еңбек жолымды қарап, 5 жыл сайын мен новый зат істеп тұрған екен. Бір мақсат қойсам, 5 жылдан кейін оған қол жеткізген екен. Сол сияқты мен 2017-де мақсат қойып, 5-6 жылда 23-те аштым. Қандай выгода бар дейсіз ғой. Қазір Емен деген жігіт барлық министерствоның есігін қағып жүр. Көп еңбек атқарып. Ол 1-2 жылдықта біздің әлеуметтік кәсіпкерлер туралы заңға өзгеріс енгізді. Оған дейін болмаған заңға да? Қорғалмаған болды да. Енді ең бірінші жаңалық, Емин жақында 5 миллиондық грант бар ғой, жыл сайын береді. Мысалы, былтыр 48 адамға 5 миллион теңге берді Маңғыстауда. Қайтарылмайтын ақша. Соны биыл әлеуметтік кәсіпкерлерге береді. Биыл әлеуметтік кәсіпкерлер со бизнесін жандандыруға, жаңа бағытта ашуға 5 миллион грант алайын деп отыр. Бірақ ол үшін сіз әлеуметтік кәсіпкерлер реестрына тіркелуіңіз керек. Реестрға тіркелу үшін каждый квартал сайын, мысалы январь, февраль, март қой міне. 3 ай өтті ма, марттың 1-нен 15-не дейін Маңғыстау облысының кәсіпкерлік басқармасына құжат тапсырасыз. Әртүрлі бағыттың құжаттары әртүрлі. Соған құжат тапсырасыз. Құжат тапсырғаннан кейін оны комиссия қарап, сізді реестрға тіркейді. Мысалы, реестр деген, сіз Астанада тіркеліп тұрасыз, әлеуметтік кәсіпкер болып та. Содан кейін сіз жаңа 5 миллиондық грантқа қатыса аласыз. Салық жағынан. Сосын Емин айтып жүр, бұлар әлеуметтік кәсіпкерлерге салықтан босату керек демейді, хотя бы скидка болу керек. Жеңілдіктер. Бұйыртса бізге жеңілдіктер де келеді деп ойлаймын. Сосын әлеуметтік кәсіпкерлерге, мысалы Еминге Астананың әкімдігі жаңа 4 этажды здание беріп қойды. Менің кофеханамда әкімшіліктен алынған. Себебі мен соны Еминнен көріп, біздің әкімшілікке барып арыз жазып, Астанада осындай жаңа тренд бар. Бізге де көмек беріңіз деп сөйтіп, мен айналамда кілем мүмкіндігі шектеулі жандарға кабинеттерді әкімшілік бөліп берді балансындағы. Сол сияқты болашақта болашағы үлкен деп, зор деп үміт күтіп отырық. 5 миллион гранттың өзін беріп атырғанында бізге зор үміт деп ойлаймын. Бұйыртса, салықтан босату, жер орын беру, біздердің тауарларымыз сатуға көмектесу, ақпараттық қолдау, осының барлығы болады деп бізге Емин айтып жатыр енді. Жоқ, болады деп ойлаймын, өйткені бұл жаңағы шетел практикасында өте қолдау тапқан проекті. Енді шетелде болып жатқан жаңағы құбылыстар, бізге де келеді, ол бізге де жемісін беретін дүние болғаннан кейін кіргізіліп жатыр. Сосын супермаркеттерде әлеуметтік товар деген товарлар болады. Егер де супермаркетте жүргенде көздеріңіз шалып қалса, осындай проектіміз жасалып жатқан өнім екендігін түсініп жүрсеңіздер болады да. Көбінесе жаңа жұмыртқаларда, ұн өнімдерінде деген сияқты тұрады. Оны айтайын, ол әлеуметтік тауарлар деген ол былай. Мысалы, халық деген енді аш қалмау үшін әлеуметтік
тауарлар бар. Мгм. Ол тауарлар мысалы ұн, секер, май, Первый гречка, необходимости. Иә. гречка, картоп, жуа, морковь деген да. Аха. Біздің мысалы әр облыста әкімшілік жанынан СПК деген Каспий, мекеме бар. Каспия тобы. Бізде Иә. Маңғыстауда СПК Каспий. Мгм. Біздер бюджеттен ақша бөлініп, осы жаңағы ұн, секер, гречка деген әлеуметтік маңызы бар тауарлар олар. Осы тауарлардың бағасын тұрақты ұстап тұру керек. Халық кедей болып, Иә. тамақсыз қалмау үшін да. Аха. Бұл өзі үкіметтің жоғары жақтан келіп жатырған сондай тапсырма. А. Ол әлеуметтік тауарлар сол. Әлеуметтік маңызы бар. Адамға первый необходимый да, аш қалмау үшін. Бұл тауарлардың бағасы үнемі тұрақты болады. Оны әкімшілік жаңағы кәсіпкерлік басқармалары өздері қадағалап отырады. Солай ма? Онда мен қате түсініп жүрмін да. Бірақ андай магазиндер бар. Енді қараңыз. Эмин Аскеровтың кафесі болды ғой. Оның бұрышында қолдан жасалған сувенирлер толып тұрды. Шопперлер, сумкалар, төбесіне былай жазылып тұр. Бұл сумкаларды мүмкіндігі шектеулі жандар тіккен. Мен мысалы бардым да, ана шоперді сатып алдым. Себебі мен садақа берген есептеймін да. Мен жаңағы сумканы 3000 теңгеге сатып алсам, мен кедей болып қалмаймын. Зато бір көзі көрмейтін немесе құлақ естімейтін адам ол ақшаға нан алып жейді. Ондай дүкендер болады. Бірақ супермаркеттердегі әлеуметтік маңызы бар тауарлар ол бөлек. Түсінікті. Маған да түсінікті болды. Енді өзің уже неше жыл болды кафенің ашылғанына? Бір жылдан кетті, екінші жылға кетті. Иә. Табысқа шықтыңыз. Иә. Айналып жатыр, оборот айналып жатыр. Иә. Кеше бізге осы бағытта. Иә. Сосын тағы бір сұрақ, қаншалықты қиын, қаншалықты жеңіл жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасау? Иә. Мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасау. Көптеген бизнесмендер келді бізге, шашу шашып депутат, аға апаларымыз келді. Ой, біз деген дені сау адамды зорға жұмсаймыз сен. Мына құлақ естімейтін адамдармен ерлік жасап жатсың деп айтқан адамдар болды. Иә, ол өзіндік қиындығы бар. Бұл адамдардың да өзіндік специфический аурулар да болады. Мысалы, бір күні нан илеп тұрған Айбек деген балам выпечкаде пекарі болып тұрған. Бір күні эпилепсия болып құлап қалды, талып. Біз басында шошып кеттік. Сіңілім бақырып жылап жіберді. Сол кезде мен Эминге соқсам, Эмин уж бұндай адам талайын көрген ғой. Жұмыстан шығарып жібересің дейді да. Мен айтам, қалай шығарып жібереміз, ол деген бұрын етікші болған, қазір етікші болып жұмыс жасағысы келмейді. Осы коллективпен бізде де тимбилдинг болады, бізде де вечеринкалар болады, біздің де өзіміздің банкеттеріміз бар, бір үй жанұя болып қалыптастық. Өзіндік қиындығын бәрін жеңдік қазір. Біз қазір бұндай адамдардың уже мінез құлқын бәрін, құлағы естімейтін, сөйлемейтін адамдардың, мысалы, үшеуі тұрма, біреуіне молодец деп айтып кетіп қалсаң, қалғандарының көңіл күйі түсіп кетеді. Бәріне сен молодецсің, сен күштісің, сен деген кереметсің деп жұмсау керек, алдап. Сондай өзіндік қиыншылықтары, мотивация беріп отыруың керек құлақ естімейтін адамдарға. Сосын олар сені бір, мысалы, менің көңіл күйім жоқ болып кетсе, не болды деп, бір Еламан деген балам бар, маған айтады солай. Бәрін көріп тұрады. Біз бұл балдарға қамқоршымыз, мысалы, Еламанның үйлену тойын жасауға көмектестім. Мақсат деген Астанадан келген посуды жуатын жігіттің Каспий голдты блокта жатты. Мені оқырмандарым Фейсбуктағы 2 миллион 15 мың кредитін жауып бердік. Сөйтіп, өзіндік қиыншылықтар бар, оны жасаған адам көреді. Оңай емес, мүмкіндігі шектеулі адаммен жұмыс жасайтын адамдар түсінеді. Ал кеше Евразийский банк реконструкции деген бар. Олар да бізді көріп, әлеуметтік желіден бізге қызығушылық танытып жатыр. Апрельде біздерді оқытамыз дейді. Тегін маркетинг, бизнесті жүргізу, ол артық болмайды. Традиционный бизнесқа да керек, бізге де керек, иә. Бизнесті автоматтандыру. Енді олар бұйыртса, біздерге кеше сұрақ қойды, маған айтады. Менің кофеханамның қасында тренинг зал бар, сағатына да. Біздің тренинг залда тренинг келген адамдар кофе брейк заказ береді. Кофе брейктағы выпечканы пісіретін менің балдарым. Кофені де қайнататын менің балдарым.
сол себепті біз плюске шықтық. Соның арқасында мен әрине жұмыссыз қалмаймын. Жақында бір орыс апай хабарласты, мен балам тоже ментальный нарушениесімен дейді. Бірақ құлақ естімейді емес, басқа өзінің инвалидности бар екен да. Мен баламды жұмысқа алшы, бұрын Ақтауда ашылып жабылып қалды дейді. Мен оны біліп отырмын, кім ашып жауып тастаған. Бұндай балдарды жұмысқа алғасын, жұмыс жабылмау керек, тоқтамау керек. Ол қаншама адамның үміті ғой. Үміті. Бұл балдарда мысалы өздерінің коллективімен бірге жүріп, біз де тойға барамыз, біз де қыз ұзатамыз, біз де келін алып жатыр. Сол коллективтегі. Біз де билейміз. Біз де коллективте құлақтары естімесе де өлең айтады бұлар жестпен да. Көрдім, күшті. Жылайсың кәдімгі қарағанда. Бұл балдарында өзіндік біздің өміріміз бар. Біте қайнап жатырмыз, соның ішінде қайнап жүрміз. Бизнесіміз, Құдайға шүкір, сол осы Ақтаудың барлық азаматтарына айтатыным, сіздің біздің бизнесімізді қолдаңыз. Сіз сауапты іс жасайсыз. Былай өткенде бізде ыссы тамақтың барлығы бар. Біз одан бөлек келін шай, қыз шай, көңіл шай деген банкеттер алып жатырмыз. Сондай біз барып бір мекемелерге кофе бренд кейтерингтер жасаймыз. Кейтерингтермен жақсы заказдар қабылдап жүрміз. Барлығында кәдімгі дені сау адамдармен қатар сервис көрсетеміз. Мен өзімнің кәдімгі қойған мақсатым, мен сол балдарды да үйреттім. Мен балдарым ең чистоплотный. Бұл адамдар таза ғой. Жуғанда посуданы жалтыратады. Сол ең мықты жігіттер мен қыздар менде деп ойлаймын. Керемет. Мен өзімде 2 рет сол кофейнда болдым. Бір жыл болса да білмейтін адамдар көп екен әлі. Мен өзімде соңғы бір 2-3 айлықтың жобасына білдім да, сосын әне барам, міне барам деп өзіңді кездестірдім осы жерден. Тамақтары да тәп-тәтті, кофесі де барлық жердегідей кофе бірдей мысалға да. Неге сол жерге барып, жаңағы осындай әлеуметтік кәсіпке қолдау ретінде барып сол жерден отырып жұмысымызды атқармас па? Бір-екі кездесуім жасадым сол жерде да. Тып-тыныш. Кофе ішіп. Біздің іште музыка, айқай-шу жоқ, ешқандай артық звук жоқ. Менің балдарым үнсіз жұмыс жасайды. Сіз менюді қолыңызбен көрсетесіз, мынаны жеймін, мынаны жеймін деп. Біздің балдарымызды да баристаға оқыған, бізде қазіргі түгел капучино, латте, американо, эспрессо бәрін қайнатады. Мен балдар істеп береді. Біздің кофеханаға келсеңіз, сіз құлағы естімейтін, сөйлемейтін жігіттер мен қыздардың қолынан дәмді ас жейсіз. Керемет. Ал енді эфирімізді қорытындылай келе, көрермендерге осындай бағытта жұмыс жасағысы келіп жүрген кісілерге не айтасыз? Қандай бағытта қозғалуға болады осы әлеуметтік кәсіпкерлік? Енді олар ойлап қалуы мүмкін ғой, тек қана мен құлақ естімейтін кісілермен жұмыс жасауым керек екен деп. Бірақ бірнеше пункттарын көрсеттіңіз. Пенсияға 1-2 жыл қалғандар, пенсияға шыққан зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі балдардың ата-аналары, барлығы кіреді. Жоқ, ата-аналары болғанда бұл жерде мысалға, олар өздері әлеуметтік кәсіпкерлік ашу керек, өзі сондай бола тұра ма? Жұмысқа кірсе де. Ондай адамды, мысалы, мүмкіндігі шектеулі баласы бар ананы жұмысқа алсаңыз, сіз әлеуметтік кәсіпкер болып саналасыз. Жаңа алып отқан мекеме. Оның неше штугы болу керек сол жерде? Мысалға, әйтпесе ондай жандар көп қой қоғамда. Қоғамда көп. Сол адамдар осыны білмейтін болғасын, біз ИПТО болып жүре береді. ИПТО, сосын біз деген көптеген тренингтер өткізіп жатыр, қазір осының бәрін түсіндіріп айтып жүрміз. Мысалға, ондай СПР баласы бар әйел көп, олар жұмыспен қамтылған. Олар жұмыста жүр ғой. Әлеуметтік кәсіпкерсіз. Олар жұмыста жүр. Олардың жұмыс жасап отқан мекемесі 51%-дан асу керек. Сондай. Мысалы, кез келген мүмкіндігі шектеулі жандары бар мекемелерді қарасаңыз, ана госсокупкада бәрінде 51% болу керек. Жаңа адамдардың саны да көп болу керек. Денсау адамдар аз болу керек. Түсінікті. Осыны ескеру керек. Барлық әлеуметтік кәсіпкерлер, барлық детский развивайкасы бар, детский жаңағы барлық балаларға қатысты бизнестің барлығы әлеуметтік кәсіпкерлікке жатады.
балаларды дамыту, балалардың шығармашылығы, Иә. балалардың өнері дегені барлығы әлеуметтік кәсіпкерлік. Жаңағы ИПТО-дан қандай жеңілдіктер түрі бар, соны біз айтпадық па? Жеңілдіктер түрі деген айтып отырмын ғой, мен барлық министрліктердің есігін қағып, біздерге салықтан жеңілдік болсыншы деп жатыр. Жер алуға мүмкіндік болсыншы деп жатыр. Гранттар берілсін деп жатыр. Қаржылай көмектер берілсін деп жатыр. Соның бәрін айтқанда, мен енді қараңыз, 2016-дан бері айтып жүр ғой. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Осы 21, 5-6 жыл болғанда, еменді Мәулен Әшімбаев деген ағамыз көріп, еменнан бәрі көмек болып жатыр ма десе, емен жоқ деген ғой. Онда қазір деп, ол кісі бізге көмек беріп жатырған сол кісі. Себебі жақында құрылтай өтті декабрьде. Әлеуметтік кәсіпкерлердің құрылтайына өзі келіп қатысты Мәулен Әшімбаевтың. Сол кісінің арқасында міне 5 миллиондық грантқа біз қол жеткізіп жатырмыз да. Тек әлеуметтік кәсіпкерлерге берілсін деп. Енді сөйтіп бізді қолдаулар көбейеді. Сіз әлеуметтік кәсіпкердің реестрына тіркелгенде сізден ешкім нан сұрамайды. Ол жерде тіркелгеннен сізге ешқандай зияндық жоқ. Бізде Маңғыстауда тек қана 13 адам тіркеліп тұр. Бар жоғы. Қараңыз, былтыр 5 миллиондық грантты 48 адамға берді. Бізде 13 адамның сонда возможності қандай? Көп деген сөз. Мен сол себепті 1-нен 15-не дейін барлық мен айтқан жаңағы кәсіпкерлердің түрі әлеуметтік кәсіпкер болып тіркеліңіз. Бұйыртса марттың апрельде әлеуметтік кәсіпкерліктің несі жаңағы 5 миллион грант шығады. Сол кезде ұтып алуға сізге мыңнан мүмкіндік бар деп айтып жатыр. Түсінікті ғой. Мен өзім ойланып қалып отырмын. Жалпы тағы да бір кәсіптің ұшын шығарып айтып жатырсың да, мен сенің сторисіңнен көріп қалдым. Соған сәттілік тілеймін. Өзімнің бұрын бір ойлаған идеяларымның сенен шығып жатқанына мен қуанып жатырмын да. Ол деген көптеген жаңағы шектеулі жандарға көптеген жұмыс орны ғой. Қаншама тігін машинкаларын алып жатсың, оның каждыйына бір-бірден әйел отырады. Жаңағы құлағы естімейтін болсын, сөйлей алмайтын болсын да, ол қоғамға үлкен көмекті. Осындай үлкен бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Қолдау таба беріңіз. Осы Маңғыстаудың батыр қыздарының алды болып, соңы жалғаса берсін деп тілеймін. Бүгінгі біздің эфирге келгеніңізге, қолдау білдіргеніңізге үлкен рахмет айтамын. Осындай әңгімеміздің сабақтастығы, серіктестігім жалғаса берсін. Бұйыртса мен де семинарға барсам ба деген ойда отырмын қазіргі таңда. Барам. Ал енді көрушілерге, егер де осындай сұрақтарыңыз туындайтын болса, ішіңізде бір жүрген ой болатын болса, онда біз осы подкасттың астына Бибігүл Рамазанның инстаграмын, BR кафенің инстаграмын, өзіміздің инстаграм бәрін қалдырамыз. Содан ары қарай интерес қойып, өзіңіз жаңағы іздеп тапсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз, егер тілектеріңіз болатын болса, бізге қатысты, біздің атқарып жатқан жұмысқа қатысты толықтай ашық жаза беріңіздер. Біз барлық сын пікірді толықтай қабылдаймыз. Сосын сізге бүгінгі біздің подкастқа келіп қонақ болғаныңызға, біздің серіктесіміз және демеушіміз Қазақселер күміс орталығына осындай шағын сыйымыз бар. Қабыл алыңыз. Ал жарқын күндерде бәріміз бірге кездесе берейік. Сәттілік. Подкаст каналыңызға сәттілік, подписчиктеріңіз өссін. Құнды ақпараттармен өзі оқырмандарыңызды қуанта беріңіз. Сәттілік. Рахмет.